Қайрат командасының жалпы чемпиондар лигасының топтық кезеңіне шығудың өзі бұл біз баяғыда өткенбіз Астанамен. Енді біз осы уақытта басқа нәрсені армандауымыз керек қой. Көбісі тек қана Шерхан Қалмұрзаны айта береді, бірақ та Мрынский, Қасаболат, Сатпаев сияқтыларды айта бермейді. Реалдың жанкүйерісіңдер, бірақ Қайратпен ойнаған кезде не ұтып кетеді деп ойлайсыңдар іштерінде? Мен осы жерде мойындаймын, мен көпшілігі Реал деп ойлайды. Мен бір нәрсе айта кетейін. Сендер оңбаған екенсіңдер. 2023 жылы Рамазан Оразов сияқтылар, Бақтияр Зайнутдиновты бәріміз қатты бір мақтап әлеуметтік желіге жазатынбыз. Қазір жағдай басқаша. Реалмен анандай ойын көрсетті, қызыл алды, 2 пенальти берді. Сонымен сондай өнер көрсетті. Ертең олар басқа клубтарды аямайтын сияқты. Бәріне сәлем достар. Доп әңгіменің кезекті шығарылымы, жаңа қонақтар, жаңа талқылайтын тақырыптар. Бүгін бізде студияда белгілі спорт комментатор және де спорт журналист Ербол Қайыров және де неше түрлі ойындар ғылымының докторы және де футбол жанкүйері Дәулет Бижанов. Рахмет. Қош келдіңіздер. Енді футбол көріп жүрген шығарсыздар. Ат айтып тұрғандай доп әңгіме футбол тақырыбында. Бізде енді жаңа бағдарлама, бүгін 3-ші шығарылым. Қош келдіңіздер дейміз біздің бүгінгі шығарылымға. Қош көрдік. Чемпиондар лигасын талқылаймыз. Міндетті түрде чемпиондар лигасы дегенде биылғы маусымда өз рекордын жаңартып шығарған Қайрат командасы еске түседі. Әрине қазақтың атын шығарып жатқан. Осы матчтан бастайық. Қайрат Спортинг ойыны. Көрдіңіздер ме ойынды? Көрдім, иә. Ерекең басасын енді. Шымшық сойса да қасапшы сойсын дегендей, Ерекеңге көбірек белгілі ғой ол тақырып. Жоқ, негізі мен қарсымын. Әртүрлі мамандар келіп тұрады ғой. Мен мысалы бүгін осы матчқа қатысты бірнеше сауалнамаға қатыстым, енді сондықтан да дәкей бастасын. Еркін отыра беріңіздер. Рахмет. Енді енді бәрі талқылап жатқан нәрсе бұл Шерхан Қалмырза үшін өте қуаныштымын. Қаршадай бала көзінде ғана неде байқалып тұрды ғой. Қалай айтсақ болады, қобалжу, уайымдау, ол сезініп тұр ана жауапкершіліктің соншалықты ауыр екен. Сол жігітке өте қуаныштымын. Ал енді менің ойымша, менің жеке пікірім, спортингтің енді деңгейі өте жоғары ғой, енді оны бәрі біледі. Біздің жаңағы кейбір футбол жанкүйерлері кінәлап жатқан тұстары бар Шерханды. Мысалы, соған қолдау ретінде айтқым келеді, красавчик. Ондай жаста ондай өнер көрсету көп адам қолынан келмейді. Енді Қайрат командасының жалпы чемпиондар лигасының топтық кезеңіне шығудың өзі бұл жетістік қой, болды ғой, ары қарай енді емін-еркін ойнай беруге болады. Иә. Енді бір шетінен мен ойлаймын, сол сөйтіп айту негізі қаншалықты дұрыс. Біз сол неге өткеніміздің өзі жетістік деп. Ол біз баяғыда өткенбіз Астанамен. Енді біз осы уақытта басқа нәрсені армандауымыз керек қой. Біз енді топтық емес, плей-офф кезеңінде біраз өнер көрсететіндей деңгейге жету керек едік осы уақытта. Бірақ енді мен енді ол саланың көп зерттемеймін ғой, сіздер сияқты. Біз енді экран бер жағында қараймыз, жанкүйерлік етеміз. Енді тактикалық тұрғыдан ешқандай бір зерттеу жасамаймыз. Біз енді сондықтан біздің енді бар қуанатынымыз, өзіңіз айтпақшы, ойнағаны. Ал бәрібір талапты күшейтуіміз керек. Өйткені біз айтады ғой, көп сіздердің әріптестеріңіз айтады, біздің басқа салаларда олай дамып кеткен жоқ қой деп. Онда сол футбол бастап беру керек қой. Басқа салаларға үлкен үлгі болатындай. Кешегі ойында біз 4-1 есебімен жеңілдік. Бірақ та өкінішке орай жеңілгенімен, бірақ та негізінде өте жақсы тұстары да бар. Мысалы біздің жас қақпашымыз, вратаріміз осы Шерханның рекорд Касилестің алдын орап, кәдімгідей осы ең әлемдегі лига чемпионовтағы ең жас қақпашылардың тізіміне кіргені. Бәріміз әрине қолдаймыз, бірақ сізге нақты сұрақ қойсам, осы Шерханның ойынына тактика тұрғысында қандай баға берер едіңіз? Өзін қалай ұстады? Жеке басым қақпашылардың бапкері емеспін, сондықтан да олардың тактикасы жайында ақпаратым жоқ.
бірақ та Шерхан Қалмырзаның биографиясын білемін. Мысалы бір мейрамханаға барсам, Даяш айтады, ол мен бірге футбол ойнады Астана қаласында. Сөйтіп футболға барсам, кейбір футболшылар да айтады, ол осы Астанада доп тепті, жақсы танимыз, өзі қарапайым жігіт. Сөйтіп Шерханмен бірге ортақ таныстарымыз да өте көп. Сондықтан да мен де сұрақтар қоя бастадым. Өте қарапайым, жақсы бір жігіт. Өзі 2020-2021-де қателеспесем Қайраттың селекциясынан өтіп, сөйтіп академияда тәлім алды. Және Қайрат пен Астананың түлегі ретінде танылды деп айтуға болады. Реакциясы мол, жақсы бір шеберлікпен өзін көрсетті деп айтуға болады негізі. Сейф жасады, иә. Бірақ та көбісі тек қана Шерхан Қалмырзаны айта береді, бірақ та Мрынский, Қасаболат, Сатпаев сияқтыларды айта бермейді. Неліктен мысалы кейбір футболшылардың оқырмандарының саны 20 мыңнан асып кетеді, мысалы, ал Александр Мрынскийдің оқырмандар саны 2 мың, 3 мыңнан болады. Себебі Мрынский пенальти алып келгеннен кейін шығар. Олардың еңбегі зор ғой енді. Мрынский пенальти алып келгеннен кейін шығар деймін мүмкін. Мықты өнер көрсетті ол жігіттерде. Өз анау іріктеу кезеңінде де көп еңбегі атқарды ғой. Негізі енді жаңа команданың әрқайсысының үлкен үлесі бар ғой енді. Команданың сыртындағы жаңағы жігіттер үлкен еңбек атқарды ғой. Ерекенің сөзінің жаны бар. Және мен мынандай бір дүниені байқадым да, осы соңғы жылдары Қазақстан футболында өте күшті спортшылар шығып жатыр. Нақты футболға байланысты. Оның ішінде әсіресе қақпашыларымыз. Бірақ та қақпашыларымыз өте күшті ойын көрсеткенімен, бірінші қақпашымыз травмамен кетті, одан кейін Қайраттың қақпашылары ғой, иә. Потом Заруцкий бірінші травмамен кетті, одан кейін орнына Анарбеков келді, тоже травмамен кетті де, орнын осы Шерханға босатып берді. Өте күшті результаттар көрсетіп жатыр, бірақ та травма алып қалып жатыр. 3 басты осы қақпашыларымыз, ол біздің бағымыз деп ойлайсыздар ма, или бір мысалы өткен жылы біздің болашақ қарсыласымыз Реалдың қорғаушылары да түбегейлі бәрі бірдей жарақат алды. Сөйтіп 1-1 орталық қорғаушымен қалды. Сөйтіп ондай жағдай кез келген команда болуы мүмкін. Бірақ та QG лига, Қайрат жастар, Қайрат М сияқты командаларда бірнеше жас қақпашылар бар, және де олар Шерхан Қалмырзадан кем емес. Егер мысалы Шерхан кез келген жағдайға байланысты алаңға шықпаса, басқа қақпашылар шыға алады. Қайратты қақпашылар жеткілікті деп айтуға болады. Өйткені QG лиганы мен де комментатор болып жұмыс жасадым ғой. Сол кезден көріп Шерхан Қалмырзаның ойынын сол жақтан көрдім. Одан да бөлек негізі Қайратта қақпашылар да, қорғаушылар, жалпы ауыстыратын ойыншылар жеткілікті деп айтуға болады. Сосын олардың бапкерлері Илья Юров. Кезінде 2000 жылдардың басында өзім жанкүйер ретінде матчтарды тамашалағанда, оны қақпашы ретінде көрдім. Өте жақсы бір қақпашы. 82 жылғы өзі кейін бизнеске кетті, футболдан кейін. Енді 10-15 жылдан кейін қайтып келді Қайраттың структурасына, сөйтіп бүкіл тәжірибесін Анарбеков, Қалмырза сияқты футболшыларға беріп отыр. Енді қазір қақпашыларға біраз көңіл бөліп қойдық қой. Негізі жалпы ойынды дұрыс айтып отырса, бағанда ойында негізі жақсы көрсеткен, еңбек еткен ойыншылар жеткілікті. Мысалы Қасаболатты да айтуға болады. Ұлттық құрамада да барлық қара жұмыс жасады ғой, черновая работа дейді ғой енді. Соны жасап жүр. Кеше де мысалы көзге көрінбейтін жұмыстар жасап жүр. Алға да, артқа да жүгіріп жүр. Осы орайда Қайраттың 60-шы минуттан бастап қатарынан 3 гол жіберуі үйдегі осы Астанада Қазақстан премьер-лигасында Ақтөбемен өткен ойын себепкер болды деп ойламайсыздар ма? Негізі айтқаныңыз дұрыс, концентрация жағынан сәл проблемалар байқалды. Үлкен бір ауыр жол болды, 12 сағат ұшты команда. Оған қоса 3 күн бұрын Ақтөбеге қарсы ойнады. Сөйтіп ротацияда болған жоқ, сондықтан да футболшылар да шаршады. Бапкерлер осылай айтады, егер де 1-2 секунд ойыннан тыс қалсаң, сонда әрине қарсыластар жазалайды сол үшін. Сондықтан да осы 5 минуттың ішінде потери концентрации дейді ғой, сондықтан осы концентрацияның арқасында, осы концентрацияның кесірінен қарсыластар 3 гол соқты. Физикалық тұрғыдан жетпей қалған сияқты көрінеді. Физикалық тұрғыда, мысалы, Қазақстан чемпионатын біз жүргіземіз ғой. Қазақстан чемпионатында былай болады, олар допты қабылдайды, кейін қарайды, кім бар, кім жоқ деп, кофе ішеді, дәретханаға барады, сосын пас береді. Ал Португалия чемпионатында мүлдем басқаша. Мысалы,
мысалы Португалия чемпионатынан топ клубтарға ауысатын футболшыларды көреміз ғой. Олардың барлығы шеберлік пен жылдамдықпен ерекшеленеді. Сөйтіп, осы Португалия чемпионатында ең жоғары жылдамдық меніңше топ 5 чемпионаттарды алсақ, және Португалия чемпионатын қосақ. Сөйтіп, біз ешқашан да осындай темппен ойнай алмаймыз, өкінішке орай. Біз тек қана бір мотивациямен, концентрациямен алып шығуға болады, иә. Енді Қайрат командасының жастары да негізі сол Спортингке қарсы сәл кембек жасауға жақын қалды. Сол Чемпиондар лигасында бір гол жетіспей қалды ғой енді. Бірақ дегенмен Спортинг әлемдегі академиясы жағынан өте мықты клубтардың қатарында. Енді Дәке, сізге сұрақ, жанкүйер ретінде, сіз өзіңіз сарапшы емеспін, ондай қатты ішкі кухнясын білмеймін деп жатсыз ғой. Жанкүйер ретінде 60-шы минуттан кейін бапкер ойыншыларды ауыстырмады. Осы себепті осындай ірі есептер келді деп ойламайсыз ба? Неге ерте ауыстырмады деген сұрақ болған жоқ па сізде? Ауыстырса да қиын болуы мүмкін еді ғой. Өйткені жаңағы темпке үйренген, Ерекең айтпақшы, сол темпке енді үйренген шығар, олар енді сөйтіп неткен кезде ауыстырып жіберсе қиын болуы мүмкін еді. Бірақ жаңа гол соққан шабуылшымыз ауысып шығып салды ғой. Эдмонсон, енді мен нақты айта алмаймын соның кесірінен немесе былай. Жанкүйерлік көзқараспен сізде деген ғой. Жанкүйерлік көзқараспен енді мен былай шынымды айтайыншы, мен ешкім кінәламасыншы, мен сенем қазақ футболынан, бірақ Спортинг Қайраттан әлде қайда жоқ, Қайратты кәдімгідей бір жоқ дегенде 2 гол айырмашылығымен жеңетін білгем демей қойын, сондай болады-ау деген менде болжам болды. Өзімде іштей бір ойлайсың ғой, нен бәрі бір 4-ші класстың баласы мен 10-ші класстың баласы төбелессе, сен біліп тұрасың. Қазір не болатын. Сондықтан жаңа Ерекең сөзі бар ғой, кәдімгідей 100% рас қой, жылдамдық жағынан. Енді кейде Бенфика, жаңа Портулардың ойыны, мысалы, өзара өздерімен кездеседі ғой, жаңа Спортингтар. Алардың ойыны бар ғой, сұмдық. Бір қарасаң доп, мұнай басса, бір қарасаң жылдам, андай вообще кәдімгі түсінбейсің қалай контратака басталып кеткен. Бізде жаңа андай ғой, доп алады, асықпайды, анау жаңа келеді оған, бір-екі боқтап алады деген сияқты. Сол жағы енді қатты байқалды, темп дейміз ғой, өте қатты байқалды. Мен енді былайша айтқанда мен білдім емес, сездім. Болжам болды өзімде сондай. Бәріміз де сезгендей болдық, тек үміт болды. Бірақ десе де Спортинг енді Португалияның бірінші командасы ғой қазір. Бенфика, Порту емес, қазір Спортинг номер 1. Одан Дюкриш кетсе де, баспапкер кетсе де, Спортинг бәрібір де бірінші. Барселонада ойнап кеткен жігіт қой, Тринкао. Ол да сондай. Не деген? Бірақ десе де Қайрат командасында екінші таймның алғашқы минуттарында тамаша мүмкіндіктер болды. Қарымта шабуылда Дастан тепті бірінші қақпаның жанында, естеріңізде болса. Одан кейін Жоржиньо да тамаша мүмкіндік болды. Осылардың барлығы голға айналған жоқ. Десе де енді тамаша ойнап шықты деп болады. Бізде енді мен ойымша Мауриньо көкеміздің стилін пайдалану керек еді бізде. Қорғаныста ма? Мен ойымша. Қорғаныста емес, сол кісінің несі бар ғандай, бір гол салуды жақсы көздейді, дәлдейді, нақтылап соған жұмыс жасайды. Мысалы, байқасан көп командаларында шабуылшысына Лукаку сияқты нелерге пайдаланған кезде допты соған жеткізіп беру керек. Жақсы денелі, ірі жігітке. Сосын болды, қалған уақыт. Енді ұзақ уақыт қорғана беруге де болмайды, бірақ сондай бір шешімдер қабылдау керек пе деген бір ой бар. Енді осы орайда Ереке сізге сұрақ, сіз футболдың айналасында жүрсіз ғой, басы-қасында жүрген адамсыз. Қазақстан құрамасы кез келген алпауыт командалармен, елдермен ойнаған кезде, құрамалармен қорғаныс ойнайды 5 қорғаушымен. Оны бәріміз айтып жүрміз, жалықтырдық. Бірақ Қайрат командасы кеше қорыққан жоқ, керісінше өте жоғары прессингқа барды, шабуылға шықты. Қорғаныспен ойнады ғой, басты екінші нөмірмен, бірақ десе де қорықпай шабуылға шықты ғой. Өте жоғары прессингқа барды да. Осы орайда екеуін салыстырған кезде Қайрат мүмкін қорғаныста ойнағанда есепті ұстап қалуға болар ма? Бәрібір мүмкіндік жоқ па? Былай қарағанда клуб пен ұлттық құраманы салыстыру өте қиын, себебі клубта әртүрлі эксперименттер жасауға мүмкіндіктері бар. Мысалы, Түркияға барып 2-3 спордан өтіп, 10-15 шақтай бақылау матчтарын өткізіп, әртүрлі схемаларды тексеруге болады. Ал мысалы, Әлиевте ондай мүмкіндік жоқ. Ол тек қана бір апта бұрын футболшылар келді, шетелдік футболшылар 3 күн бұрын мысалы келеді. Сол 4-5 күннің ішінде
жақсы бір жүйе құрастырып алаңға шығады. Сондықтан да ұлттық құрамаға осындай мүмкіндік берілсе, мысалы 3-4 аптаға Түркия немесе Біріккен Араб Әмірліктеріне белгілі бір сборға қатысса, сонда әртүрлі эксперименттер жасауға болады. Себебі мысалы қорғаушылармен қатты бір жақсы араласқанда, олар айтады, 4 және 5 қорғаушылармен ойнау әртүрлі жүйе, және де тез арада оны бір жарты сағаттың ішінде осы схемаға көшуге болмайды, жаңа схемаға. Себебі әртүрлі диссонанс пайда болады. Сондықтан да 4 қорғаушымен ойнатын футболшылар, олар 4 қорғаушымен ойнайды. 5 қорғаушымен ойнайтын футболшылар, олар 5 қорғаушымен ойнайды. Әркімнің өз схемасы бар негізі. Біз пафоспен келісеміз ғой, или келісеміз ғой, осы неде. Сол кезде көп нәрсе белгілі болатын сияқты. Өйткені ана пафостың ойынын кіммен ойнады олар? 0-0 ойнады ғой. Олимпиакоспен ба? Олимпиакоспен. Анау қызыл алып алды. Олимпиакостың үйінде ойнап жатыр. Ешбір андай байқалмайды да. Қорғаныста да қалай жатады? И қорғаныстан бірден шабуылға көшкенде, вот сол нені бізге кімге, білмеймін, мен қазір көрермендерден, футбол нелерден, мықты комментаторлардан өздеріңізден кешірім сұраймын. Мынау оңбаған деп айтпасын. Жоқ, айта беріңіз. Айта берсін, болмаса. Өзінің ойы ғой. Менің де шоу-бизнес саласында осы дауыстарым көп, негізі олармен толықтай бір наравный сөйлесеміз. Мен бұлай жоқ, мен қатты білемін, сен қатты білмейсің деген. Сол соның әдістемесін пайдаланғанда дұрыс бет дегенім ғой. Өйткені қызылмен ойнады, гол жіберген жоқ. Енді әрине гректер оларды жеп атқан шығар қазір. Осылай подкастта неде жиналып алып. Бірақ күшті ғой, күшті нелер жасады. Даже бір-екі жерлерінде шығып кетіп контрға гол соға ма деген сияқты ойлар болды да, қызылмен жүріп. Сондай нәрселерді пайдалану керек пе еді, бәлкім. Келесі біздің матчымыз осы Реал Мадридпен 30 қыркүйек күні болады. Реал бәріміз білеміз, әлемдегі ең үздік клубтардың бірі. Осы матч жайлы не ойлайсыз? Бір емес, ең үздік клуб. Әйгерім тек Барселонаның жанкүйері мойындай алмай жүр әлі. Өкінішке қарай да. Негіз қай команданың жанкүйерсіз? Мен енді 51% Арсенал. Мен осы жерде мойындаймын, мен көпшілігі Реал деп ойлайды. 49% Реал Мадрид. Онда екі команда жанкүйер болуға бола ма? Енді қалай айтсам болады. 51% деп Арсеналды айттым ғой, әдейі. Басымдық, иә. Неге болмайды? Жоқ, ана Арсенал. Негізі мен мектеп кезінде Реал мен Барселонаға бірдей жанкүйер болдым. Сіз өте Реалда кім Барселонада Ривалдо ойнайды, Луиш Фигу ойнаған. Өзіңізді іштей, өзіңізбен қырылып қалатын беңіз. Иә. Жоқ деп. Оңбаған, не айтып тұрсың? Қазір мен жанкүйерсен. Ешкімге? Қазақстан. Мен де Реал Мадридқа жанкүйермін негізі. Мен тек футболға деген махаббатымды ашқан, мынау Терри Анри деген ойыншы ғой. Не деген, мен мысалы кейде ойлаймын, Мбаппені айтамыз, ана айтамыз. Сол заманда ондай қазіргідей күшті пиар ақпараттар көп болған жоқ та. Ол өте талантты бала еді. Ананың мысалы үлкен жылдамдықпен келе жатып, жасаған нәрселерін Мбаппе жасай ма, жасамай ма білмеймін. Сондықтан мысалы солай. Реал Мадрид енді жалпы өзін құрметтейтін әрбір азамат Реал Мадридке жанкүйер болу керек деп ойлаймын. Мазохист болмау керек, титул жоқ командаларға жанкүйер болып. Бірақ енді Реал Мадридте енді күтіп отырмыз. Менің ойымша жоқ дегенде бір маған андай сияқты бәрі айтады ғой, үшінші составпен келеді, екінші составпен келеді. Почему-то солар барлығы келетін сияқты, түгелі келетін сияқты. Туысқандарымен келетін сияқты аналар, тобырлап, тайлы тұяғымен. Сондықтан өте қызық не болады, өкінішке қарай енді ішім ашитыны мен сол кезде Астанада боламын. Екі матчқа да барайын деп тұр ғой, Реал мен Арсеналға. Жоқ, мен жұмыста боламын. Болмайын деп тұрсың, Реалға бара алмайын. Арсенал ше, сырт алады. Чемпиондар лигасы неде болады ғой, жұмыс күндері болады ғой. Мен мұнда жұмыста боламын. Больничный ашу болады негізі? Жоқ, өзім бір-ақ апта болды жұмыста жүргеніме. Жарайды, онда чуть-чуть провокационный сұрақ қойыншы. Мысалы, сіз айтып жатырсыз ғой, мен Реалдың жанкүйерімін депші. И Бағдәулет сағанды. Реалдың жанкүйерісіңдер, бірақ Қайратпен ойнаған кезде не ұтып кетеді деп ойлайсыңдар іштерінде? Жаңағы кімге жанкүйер боласыз? Бұрыннан Реал ма біліп көріп жүрген, әлде өзіміздің отандық өнім ба? Енді әрине ішкі нең сатпайды ғой бәрібір. Табиғатың, сенің ішкі линияң сатпайды ғой, ол Қайрат
бәрібір де Қайратқа жанкүйер боласың. Өйткені ол мүмкін емес. Реал ертең де ойнайды, арғы күн де ойнайды. Және оны ойнап келе жатқанына біраз жыл болды. Жалпы футбол ұғымынан бері ойнап келе жатқан шығар солар Чемпиондар лигасында. Сондықтан ол жерде бөлек сезім пайда болады. Мен мысалы Реал ғой, енді ол бәрібір өте мықты клуб. Бірақ сен өзіңнің еліңнің командасы ойнаған кезде сен ондай қателікке жол бермейсің бәрібір. Бере де алмайсың. Ішкі нең оған мүмкіндік те бермейді. Әрине, Реал Мадридті ұтып кетсе, мен сол күннен бастап Арсеналдың жанкүйері боласыз. Толыққанды 100% Арсеналға көшемін десең. Қалжыңдаймын, ұтып кетсе екен деп тілеймін өзім да. Өйткені ұлы даламызда қаншама балалар бар ғой, жеткіншектер бар, қаншама. Олар Қайрат футбол клубы уже қаншама баланың несін оятып жіберді, махаббатын оятып жіберді. Бәрі үйде бірдеңе айтады. Бүкіл қазақтар сондай болып кетті ғой, бірден Анарбеков деп адамдардың аттарын айтады. Иә, сол мен ойлаймын да, мысалы, өзіңіз байқасаңыз, ол былай өзім есептеймін да, солай болады деп. Мысалы, Украинадағы футболшылар жарық жұлдызға айналғаннан кейін көптеп балалар футболға барды. Одан кейін арада сол балалар өсіп футболдың мықты жұлдыздарына айналып кетті. Грузияда да солай байқасаңыз. Мәселен, енді мынау Манчестер Ситиде ойнап жүрген Қусанов бар ғой. Осы Қусановты көріп, соның мынау өзім сияқты бала ғой деген бір сезім пайда болып, күрес алдағы жаңа балдар 16-17-ге келгенде, мен ойлаймын, Өзбекстаннан тағы бір кемі 2 жұлдыз шығады. Ол солай заңдылық сияқты менің ойымша. Дәке, мен сізбен білмеймін, енді толыққанды келісем деп айта алмаймын. Қайраттың әрине жанкүйері боламын. Қазақ халқында қазақ футболының жанкүйерлері маған ренжімесін. Өзім футбол айналасында жүрген адам болсам да, менің футболға деген махаббатымды Реал Мадрид ашқан. Мен Реал Мадридтің ойындарын көріп өстім. Енді кейін көріп өстім. Мен ауылымда интернет болған жоқ. Енді біздер анау Гол деген журнал болды. Соны сатып алып, соның ішінен қараймыз. Реал Мадридті оқимыз. Сөйтіп өстік. Сондықтан мен Қайраттың бар екенін, жалпы футбол командасын осы Астанаға келгенде білдім, 2013-2014-терде сол кезде барып білдім. Оған дейін мен тек қана сол шетелдің клубтарын көрдім, өйткені сол Гол газетте қазақстандық клубтар жазбайтын. Гол газеттен білетін мен счеттары қанша болған. Иә, сол жерден қарап отырасың. Сол кезде қуанатын. Иә, сол кезде қуанасың. Мектеп арасында таласасың жаңа Барселонаның жанкүйерлерімен. Олардың есептері келесі журналда шығуы мүмкін. Сондай қызық болды. Мен андай ішімде Реал Мадридті сондай көріп өскеннен кейін енді алматылық команда, қазақстандық команда. Қай жылдан бері Реал Мадридті қарайсың? 2009. Сол кезден бастап журнал алып. Кеш емес. Роналду, Бензема, Игуаин сияқтылар ойнады ғой. Иә, сол кезде. Кеш емес, алдың күні. Иә, жақында ғой енді біздер. Айтып отырмын, бізде ауылда ондай не болған жоқ, көретін мүмкіндік болған жоқ. Қалжың. Сондықтан Қайрат ұтып кетсе де қарсы емеспін. Қуанам, бір қазақтай. Ал егер Реал Мадрид ұтып кетсе, өкінішті деп қайғырып отырмаймын. Реал Мадридтің де жанкүйерім, мен керісінше оған да қуана аламын. Иә, шынайы қарау керек қой. Ол дұрыс сен айтып отқан. Келсем. Мен бір нәрсе айта кетейін. Оңбаған екенсің. Клубтық командаларға жанкүйер болып үйренемін негізі. Неге дейсіздер? 2023 жылы Рамазан Оразов сияқтылар, Бақтияр Зайнудиновты бәріміз қатты бір мақтап, сөйтіп тек қана олар жайында бірнеше трецке, әртүрлі әлеуметтік желіге жазатынбыз. Қазір жағдай басқаша. Оларды ешкім айтпайды да, ешкім оларды іздемейді да. Темірлан Анарбеков дейміз, Қалмырза дейміз, Дастан Сатпаев дейміз, 1-2 жылдан кейін кім болады? Ана футболшыларға да өте ауыр, мысалы. Бүгін жұлдыз, ертең кәдімгі қарапайым қазақ футболшысына айналды. Ерге осы жерде сөзіңізді бөлінбей ме? Не істеуіміз керек? Сіз айтып отырсыз ғой, осы бөлінбей қалады деп. Бұл Қайрат футбол клубының жұмысы ғой енді. Ол ойыншының өзінің жұмысы. Оларды кішкене бір пиар жақсы жасап, оларға көмектесу керек, әртүрлі контрактілер ұсынып, мысалы, Nike, Adidas болсын. Қосымша тағы да, иә? Иә, қосымша. Дұрыс айтасыз, шынымен. Олар біз үлкен тұрақты бір жұлдыз жоқ қой, біз өкінішке орай. Иә. Біздің бірінші шығарылымға жеңіс командасының ойыншысы Қараман келген, Мұхаммед Қараман. Сол кезде айтқан болатынбыз, негізі қазақ футболында осы бір ойыншыны көтеріп жіберуіміз, кейін оны ұмытып кетуіміз, ол жанкүйерлердің кінәсі емес деп, өйткені ол ойыншылар өздерінің жалпы футболда ғана емес қой, көп салада. Бүкіл салада сол ғой.
адам өз өзімен жұмыс жасау керек, медикасын жасау керек футболшылар. Бізде керісінше футболшылардан сұхбат алғың келсе қашып жүреді. Ішінде бар енді келіп беретіндер, ал қалғандар қашып жүреді. Оған енді журналистер оны сұрайсын басшылығынан, рұқсат етпейді. Жұмыс көп ол жағында, ол ішкі кухнясын білесіз ғой енді. Сол жағынан енді ол медикасын сондай қалыпты бір тұрақты ұстап тұру үшін, меніңше футболшының өзі, одан кейін клубта себепкер болу керек сияқты. Халықтың жанкүйерлерді кінәлап қажеті жоқ сияқты. Енді Реал Мадрид пен Қайраттың ойынына қайтып келейік. Не күтесіз сіз? Әкең айтты өзінің не күтетінін. Мен бүгін бір подкастқа қатыстым. Егер де тең түссе, онда мен бақытты боламын деп айттым негізі. 0-0, 1-1 болсын. Жеңіп кетсе? Қайрат па? Өте қиын болады, бірақ та әрине қазақ футбол үшін қуанамын. Мен Қайраттың жанкүйері болмасам да бәрібір қуанамын. Қазақ футбол енді қанша дегенмен. КПЛ-да қай футбол клубының жанкүйерісіз? Сүйікті бір командам жоқ енді. Жетпес емес. Негізі 97 жылы алғаш рет мен трибунаға Мақтарал. Мақтарал да жаман емес. Кезінде қолдадым, себебі басшылықты жақсы тани бастадым. 97-98 жылы алғаш рет Жеңістің стадионы, Мұнатпас стадионы бардым ғой. Сөйтіп кезінде Жеңісті де қолдадым. Кейін кішкене Астанаға жақын болдым. Оқжетпеске де жақын болдым. Бір жыл Көкшетауда тұрдым ғой. Білмеймін, Ақмола облысының командаларын қатты бір қолдаймын. Бізде айта кетейік, Ерекең пляжный футболдан қалай айтады? Қалай қазақша қалай? Пляжный футбол. Жағажай футбол. Жағажай футболынан Қазақстанның 2 дүркін чемпионы. Сондықтан сол жақтың командаларына жанкүйер шығар, футбол емес. Оны айтқан, оны білгенде Шардарада судың жағасында отырып сөйлесетін едік қой, солай подкаст. Енді Қайратпен Спортингқа өте көп уақыт бөліп қойдық. Қазір келесі матчтар бар, неге чемпиондар лигасы өте қызықты матчтар болды. Енді Қайраттың осы ойында жас қаракөз қазақтың балдары ойнағаны әрине барша қазақты қуантатын айдан анық. Және қазір көп жанкүйерлер қырылып жатыр ғой. Қайрат пен Ақтөбе жанкүйерлерінің арасында конфликт болып жатыр, келіспеушіліктер болып жатыр. Жоқ, барлығымыз бір ауыздан қолдауымыз керек. Осындай команда шыққан кез. Кезінде Астананы да қолдадық қой. Дәл солай Қайратты да қолдауымыз керек. Соңына дейін баруымыз керек. Шыққанның өзі бір үлкен ғанибет деп айтуға болады. Мен ойымша, кешірім сұраймын, сонымен аяқтаймыз. Ақтөбе мен Қайраттың арасындағы тартыстар, пікірталастар солай біздің футболға ол негізі былай ұнатпай қарағанмен ол ертең сол нәрселер өсіреді деп ойлаймын. Толықтай келісемін осы. Сосын жаңа Ерекең айтқан сөздер біздің ана мықты менеджер жігіттер тарту керек қой, хотя бы там Джума ма, қалай там бренд, соның жарнамаларына там күшті қазақстандық нелермен келісіп, брендтермен. Ең құрғанда мысалы қайтсақ болады, күнделікті тұрмыс тіршілік шоқан емес енді. Мейлі ол да болатын шығар, бірақ анау әлемдік нелер бар ғой, мысалы Қазақстан жігіттері кіргізеді ғой бізге, мысалы Кока-Кола дейміз, реклама болып кетер, газды сусындарды, жаңа қуырылған картошкелерді, соны жарнамалап, қалалық баннерлерде, нелерде көп сондай бір жігіттерге андай не сыйлау керек қой, қайтсам болады. Түрін шығару керек, түрде емес, олар да өзін сезіну керек қой. Ерекше сезімде жүру керек те, ол жақсы, ол өте жақсы болады. Кім біледі, оны көрген мысалы келесі поколение одан бәрібір күшті болуға тырысады деген сияқты, ол жақсы. Бізді футболдан айналысып жүрген менеджерлер көрсе, ақыл кеңесін сізді алатын шығар. Енді сол Қайратпен болған ойында бізде бір кісінің сүйікті командасы ойнаған Ньюкасл және Барселона кездесті. Өте тартысты ойын болды. Барселона әрине каталондық клуб жеңіске жетті, бірақ десе де Ньюкасл менің ойымша ойында жақсы шабуылдар жасаған сияқты. Толықтай матчты көрген жоқпын, бірақ та Маркус Решфордтың Барселонаға ауысуын күтпедім. Шын айтсам, 27 жастағы футболшы әлі күнге дейін перспективный дейді оны, бірақ та дубльдің авторы атанды. Және өте тартысты матч болды деген пікірдемін. Обзорды қарап шықтым. Ньюкаслда шабуылдады көбінесе, сөйтіп Барселона негізі осы жеңіске лайық еді деп ойлаймын. Және Ньюкасл біртіндеп ертең Манчестер Сити сияқты топ клубқа айналуы мүмкін, егер де арабтардың ақшасы таусылмаса, егер де тұрақ түрде осындай жақсы бір трансферлер жасаса, және де көптеген футболшылар кетпесе Исақ сияқты, сонда Ньюкаслда үлкен бір клубқа айналуы мүмкін. Арсенал сияқты, мысалы Челси сияқты командалар болды. Енді негізі Ньюкаслдың өзінде қазір бюджет жеткілікті деп ойлаймын. Ол Исақтың кетіп қалуы ақшаға байланысты емес, тек қана өзінің жеке бір амбициясына байланысты кеткен сияқты. Соған байланысты кеткен сияқты. Премьер-лигада ойнайды, бір-екі рет шығып кетті Премьер-лигадан. Жаңа қорған командасы ма? Жаңа қорған командасы. Қызылордадан біз жақтан сондай команда ашса болады екен, Жоқ, енді
байқұстар күшті команда ғой тоже, бірақ шамасы жетпеді ғой енді. Осы Решфорд Барселонаға келіп өте керемет ойын көрсетіп жүр, отанына оралып, сосын Маркустың осы 2 голының арқасында жеңіске жетті. Сосын мен мынандай дүниеге назар аудардым да, осы бұрын Юнайтедте ойнаған ойыншылардың сол жақта ойнай алмайды, сол жақтың түлегі болғаннан кейін, ол жақтан кеткеннен кейін өте күшті ойындар көрсетеді. Мактоминай дейсің ғой. Я Юнайтедтің бір қарғысы бар ма? Неге сол жаққа түскен футболисттер ойнай алмай қалады? Дұрыс, өзінің дәрежесі. Манчестер Юнайтедтің Эльдар Аманбаев сияқты фанаттары көп, сондықтан да бір карма бар сияқты. Жоқ, енді Манчестер, білмейсің ғой, бұл үлкен футболды, мен ойымша, футбол ол ондай клубтар мүмкін демалып жатуы мүмкін. Ақша жинап, асықпай. Осы жылдары біз былай ойнайық деген сияқты үлкен адамдардың арасында шешілу мүмкін. Біз мына жақта оны талқылаймыз. Десе де, Манчестер деген клуб өте сондай тарихы терең клуб қой. Ол жоғалмайтын клуб сияқты менің ойымша. Манчестер Юнайтедтің жанкүйерлері әртүрлі ой пікірлер айтып жатыр. Ой, мына бапкер керек, кейін мына бапкер керек дейді, жаңа бапкер іздейік. Жақсы бір бапкер трибунада отыр. Алекс Фергюсон. Оны неге көндірмеске 1-2 жылға мысалы. Содан кейін қайтадан Ол кісінің үйінде апамыз рұқсат бермейді оған уже. Жоқ, ол кісі қазір келмейді қайтадан, өйткені команданың басшылығымен қатты қарым-қатынас жақсы деп айтуға келмейді. Өйткені сол кісінің тіпті абонементін де алып болған. Былтырғы жылдар сондай жаңалық шыққан болатын. Сондықтан ол жерде енді қазір жағдай қиын Манчестер Юнайтедте. Қанша ұлы клуб болғанмен қазіргі таңда жағдай қиын. Енді қалай Манчестер Юнайтедке кетіп қалдық, Решфордқа қалай кетіп қалдық? Осында бір гәп бар. Егер де осындай аңыздарды сыйламаса, ертең фарты да болмайды, жеңістері де болмайды. Реал Мадрид келе жатыр ғой. Тоқтамай дейсің ғой. Осы Ньюкаслға қарсы ойында Барселона емальсіз ойнады, бірақ оған қарамасам, осы Ньюкаслда өте көп мүмкіндіктер болды. Не дегенмен өткізіп алды, өте күшті моменттерді. Осы момент өткізіп алғандығы Исактың жоқтығы білдіріп қойды дегенге келеді ма? Жалпы енді орталық шабуылшы жоқ қой, қазір Ньюкаслда өте қиын. 3-1 Венгермен шықты. Шабуыл шебінде нәтижесінде көрдіңіздер. Енді ойынды көрген болсаңыздар, айтып отырмын ғой, бірінші таймда да, екінші таймда да негізі жақсы ойнады. Ойыншылар ауыстырам деген шейін біраз мүмкіндіктері болды. Бірақ сол аяқтайтын жетіспеді дейсің. Шабуыл түйіндейтін ой жетіспеді. Енді ана неміс әлі нетіп үлгермеген ғой. Сояққа сіңіп үлгермеген ғой әлі. Кім еді? Валдемар ме еді? Валдемар. Валдемар. Бойы ұзын екен енді. База жоқ. Бірақ мен Ньюкаслды бүйтіп тұрақты түрде қарамаймын ғой енді. Бірақ кімге риза болдым? Кім еді? Барселонаның бапкері неміс, енді ол Флик қаншама нәрсе істеп тастаған адам ғой. Жігіттерді дисциплинаға жасасып тастаған ғой. Ойынын көрсең сұмдық қой енді. Сондықтан мықты, Чемпиондар лигасының осы бір былтырдан бері жасалған басқаша өзгерістері бар ғой, бір-бірімен келісетін топтық команда көбейді. Топтық емес. Сол бір не сияқты өздерін бүйтіп на расслабоне жүруге мүмкіндік бермейтін әдемі жасалған сияқты да. Барселона сөзсіз мықты болды, сонымен жеңді олар. Сол үшін де жеңді. Бәріміз бәріміз бір ауыздан келісіп отырмыз ғой, Ньюкасл жақсы ойын ойнады дегенді. Енді осы орайда Ньюкасл осы маусымда плей-оффқа өте алады ма, қалай ойлайсыздар? Вероятность. Мүмкін, әрине. Өткен жылы көптеген ортан қол командалар плей-оффқа шықты ғой енді. Неге Ньюкасл шықпайды? Жоқ, алдыңғы жылы жолдар болмай ең соңғы орын алып ұшып кетті ғой өз тобында. Ньюкаслдың жалпы Чемпиондар лигасында ойыны сәтсіз. Бір тәжірибе жетіспей ма, әлде команданың сондай жолы болмай ма, белгісіз енді. Футболда әсіресе күтпеген жағдай көп болады ғой. Былтыр мықты бәрі үміт күткенмен дұрыс болмады. Биыл кім біледі, бәрі болды бітті деп ойлап, жаңа Ерек айтпақшы, шығып кетуі әбден мүмкін. Пафосқа түсіп қалса білмеймін деп, Пафостың жанкүйері болып кетсең аяқ асты. Олимпиакоспен тең ойнаған деймін. Енді осы орайда Ньюкасл айтып отырмыз, шығу мүмкін, мүмкіндіктері бар. Кешегі ойыннан кейін жақсы көрініп тұр. Ал Барселона ше, биыл чемпиондықты ала ма? Қанша жыл болды алмағанына?
енді Айгерімдер Барселонаның чемпиондар лигасын алған көрмегенде шығар. Чемпиондар лигасын. Чемпиондар лигасын алмайды. Алмайды, Алмайды. Сити немесе Реал. Меніңше де солай сияқты. Барселонаның қазір қорғанысы өте әлсіз, және құрам бір ғана құрам. 2 құрам керек чемпиондар лигасын алу үшін, 2 фронтта таласу. PSG бар мысалы. PSG бар, иә, қайтадан. Қайталауы мүмкін. Кім ше? Ливерпуль. Ливерпуль бар. $500 миллиард ақша бөлген. Сенбеймін. Мен ойымша топ 3-ті анықтай онда. Барселонаға сіз сенбейсіз, биыл маусым алмайды. Сіздің ойыңызша? Барселона? Ала ма, алмай ма? Сол ғой. Жаңағында күтпеген жағдайлар көп болады футболда. Бірақ енді Реал бар ғой ол жерде. Реал деген алпауыт бар. Сосын Ливерпуль. Топ 3-тігім менің ол Ливерпуль, Реал, Қайрат десең жоқ. Мен ойымша жоқ, үшінші Бавария бар. Иә, соны айтқым келген. Анау компанияда айтқым келген. Ана Челсиді көрдің ғой? Тәт қып қайтарып жіберді ғой үйлеріне. Бірақ Челси көрсеткіш емес шығар. Және Челси дәл қазіргі уақытта өте мықты ғой. Өте жақсы. Байқұс анау кім Палмер деген бала ойын жасағысы келеді. Білмеймін не жетіспейтін. Бірақ мен Баварияда бір ойыншының жанкүйермін, ол Олисе. Реалға кетсе болар еді. Оң қапталығы неде? Иә, мен Кристал Пэласта ойнап жүрген кезінде жақсы баға бергем. Маған пас беретін ойыншылар ұнайды. Жалпы өмірде кім жақсы көресің десе, мен солай айтар едім. Озил, Эдегар, Де Брюйне, Модрич, Иско, Кросс. Өңкей сондай да. Білмеймін неге екен. Гутиді танымадым десің де, жоқ Гути енді. Жалпы енді, иә. Бавария негізі жақсы ойнады кешегі ойында, оны да айта кеткен жөн. Енді Барселонаға мен сол матчты қарадым. Сен от сенбейсің, иә? Ол да шықпайды, жеңбейді деп ойлайсыз. Қиындау. Барселонаның тікелей қарсыласына өтіп кетейік бірден. Реал Мадрид және Марсель. Осы Реал Мадридтің ойынынан кейін, әрбір ойыннан кейін міндетті түрде хейт болады астында. Әлемде менің ойымша сол комментарийді оқып отырып, белай-белай сияқты Реал Мадридтің жанкүйерлері, сосын қалған жанкүйерлер бөлінетін сияқты. Өйткені барлығы хейт жазады. Сол ойында 2 пенальтимен жеңіске жетті, қызыл қағаз болды, және жалпы Марсель командасы негізі тіпті Сантьяго Бернабеуді 3 ұпай алып кететіндей мүмкіндік болды. Мен тіпті Реал Мадрид жанкүйері болсам да, мен солай көрдім ойынды. Сіздер ол ойынға қалай баға бересіздер? Осы ойынды жүргіздім. Негізі жүргіздіңіз айтпақшы, сіздің даусыңызбен көрдім. Реал қатты мықты ойнады деп айта алмаймын. Бірақ та қауіпті сәттер болды шынымен де. Феронима Рули бірнеше сейв жасады. Осы аргентиналық қақпашы болмағанда, менің пікірімше Реал 4-5 гол соғушы еді. Себебі флангтарда жойқын болды. Франко Мастантуоны тырысты, Родригоның бірнеше пастары өткір болды. Мбаппе тырысты. Мбаппенің статистикасы керемет, иә. Бірақ та тек қана пенальти арқылы соқты, және де Карвахальды түсінбеймін. Алматыға барғысы келмей ме, әйтеуір өз қарсыласын баспен соқтырды. Сөйтіп қызыл қағаз алды. Оған дейін Трент Александр-Арнольд 5-6 минуттарда ауыр жарақат алды. Екі ай қатар енді. Кім ойнауы мүмкін? Оның орнына? Вальверде, оң жақта. Вальверде мен Асенсио екеуі. Себебі өткен маусымда Лукас Васкес ойнаған кезде бірнеше қателік жібергенде осындай жауапты матчтарда Феде Вальверде шықты алаңға. Мысалы Карвахаль кеткеннен кейін Рауль Асенсионы шығарды. Бірақ та Рауль Асенсио ол оң қапталдағы қорғаушы емес. Әлем чемпионатында клубтар арасындағы Милитао 1-2 рет шықты оң қапталдағы қорғаушы ретінде. Сөйтіп чемпионатта да ойнады. Сөйтіп 3 вариант бар: Асенсио, Вальверде және де Милитао, және бірінші вариант ол Вальверде. Сөйтіп егер Вальверде оң қапталда ойнағанда, онда жартылай қорғаушыны іздейді. Ол Камавинга болуы мүмкін, Чуэмини бар, тағы да 1-2 варианттар бар. Сибалес Алматыда шығуы мүмкін. Және де енді Карвахаль чемпионатта ойнайды, ал чемпиондар лигасында Феде Вальверде ойнайды. Және Реал Мадридте Хаби Алонсо бапкер екенін ұмытпайық. Ол бапкер 5 қорғаушымен ойнайды. Сол тактиканы жақсы ұсынады. Бірақ Реал Мадридте ондай тактика кейбір матчтар қойып жүрді, көбісіне 4 қорғаушымен ойнап жүр. Сондықтан дәл матч бойы емес, кейбір кездерде ғана 5 қорғаушымен ойнайды. Дәл есі Алматыға қарсы ойында мүмкін енді оң қапталда қорғаушы жоқ болғандықтан 5 қорғаушымен ойнайтын шығар, 3 қорғаушы яғни. 2 қапталдағы 2 ойыншы шабуылға. Сол қапталда Фран Гарсия шығады, Каррерас емес сияқты. Каррерас Атлетикаға қарсы демалыс береді деп ойлайсыз ғой. Иә. Милитао шығады, Алаба мүмкін шығуы мүмкін. Және де оң қапталда Феде Вальверде.
солай келеді ғой, бір құрастырып алып келетін сияқты ол кісілер, менің ойымша. Енді кім біледі, енді қазақтар бәрі андай билет алып отыр ғой. Өткенде біреу комментарий жазып қойыпты. Не деп жазған? Кредит алып күтіп отырмын, брат, деп. Полный составпен келіңдерші деген сияқты. Осы ойынға байланысты Мбаппе 2 голды осы пенальтиден соқты ғой. Сіздерге не кажется, Мбаппе өзінің кумирі Роналдоға қатты еліктеп, өңшең голдары осы пенальтиден болып кеткен секілді. Кәдімгідей жақсы жоқ, ол жағынан тебетін қалай болған. еліктейді егер де Сен кәдімгідей тақтайды ғой. енді Криштианоға тіл тигізіп отыр ғой. Сол. оның басты Жоқ, мақсаты жақсы. болса ғой. Молодец. Егер бүкіл командаластар осы допты табыстап жатыр ғой, соғады ғой. Енді Криштиану Роналдудың қатысысын қанша түсінбеймін ол жағын. Кумирі сол Кумир кісі түсініп ғой. тұрмын. Сол кісі де пенальтиді күшті салатын, сол кумирінің Сен солай айттың ғой, пенальтиді күшті салады деп айттың ба, әлде пенальтиден салады күшті салады деп отырмын. нақты шешіп Шынымен де қойған. кумир деп айтты ма сұхбатта? Ау? Кумир деп айтты ма? Иә, бұрын бала кезінде Криштиану Роналду кумирі деп Иә, айтады. екен суреті бар ғой, бүйтіп Мбаппе Кім тұрған. просто өзі солай есептейді. А, Сол фотоға негізделген пікір десең. Жоқ, Мбаппе өзі айтқан. Джо Мбаппе негізі бала кезінен Криштиану Роналду кумирім деп айтады ғой. Зиданға емес, Зиданды да айтады, бірақ сол Анриге емес. жоқ. Жалпы- Монакода ойнады ғой, кім Анри сияқты. Иә. Мықты талантты жігіттер ғой, енді бізге әлде менің ойымша Реалдың кигені отай құтпайық өте бір жақсы серпіліс беретін болып тұр ғой енді. Соған біз қатты, мен өзім соған қатты қуанамын. Өйткені Реалға қай клубымыз ойнап еді осы күнге дейін. Иә, жалпы 1000-1 мүмкіндік қой Реалдың түсуі. Әлемдегі бірінші клуб деп айтуға болады маркетинг жағынан. Ол мен барлығы келіседі деген ойдамын, Барселонаның жанкүйерлері де. Енді осы орайда биылғы маусымда Реалдың шапысын қалай бағалайсыздар? Өйткені байқасаңыз, Хейсінді алды. Хейсін енді әркім әртүрлі айтады ғой. Бірақ дегенмен болмайтын бір қателіктер жасап қызыл қағаз алып кетіп жүр. Кешегісінде Ла Лигада да алып кетті, Чемпиондар лигасында да алып кетіп жатыр. Осы жағда Карвахал алып кетті, бірақ Чемпиондар лигасында да қателіктер бар енді Хейсінде. Бірақ пастары өте тамаша. Бірінші пас қорғаушы ретінде өте жоғары деңгейде бағалауға болады, бірақ қорғаныста әлі болсын қателіктер бар екенін аңғаруға болады. Милитао да жылдамдықтармен үлгермей жатыр, кеше Абамянгқа үлгермей жатыр, жасы келген былайынша. Гринвудқа жіберіп алған сәттері болды. Осыны айта кетуіміз керек. Содан кейін қапталдағы Арнольд сынып қалды. Карвахал ойнайды. Карвахал жарақаттан оралған. Алабаны 2 бастан білесіздер. Рюдигер жарақатта. Реал Мадридтің биылғы маусымда Чемпиондар лигасындағы Мүмкіндігі біраз жерге барады, менің ойымша. Біраз жерге барады. Бірақ чемпион болады деген нақты бір сенім жоқ. Мен айтып отырмын, әлде мен үшін ПСЖ, Ливерпуль, осы екеуі, Бавария үшеуі, осылардың біреуі деп ойлаймын менің өзім. Сондықтан Реал біраз жерге барады енді. Егер бұлай топ жасасақ, Реал, Сити, ПСЖ, кейін Ливерпуль және Бавария. Реалға сенбейсіздер қатты, биыл қайта Реал аламыз. біріншіге қойып тұр ғой. Біріншіге қойып тұрсыз, иә. Сіз қоймайсыз. Чемпиондар лигасының паршалары қанша келген? Енді жаңарғалы алған жоқ қой. Онда енді осы ойында да қорытындылайық, және Марсельдің де шама-шарқын айтып кетуге болады. Себебі Марсельде байқасаңыздар, Францияның клубында биыл жақсы құрам жасақталған көрініп тұр. Жастар келген. Гринвуд қой. Енді Гринвуд бар. Жалпы енді аттары танымал ойыншылар барған ғой, көрініп тұр. Және жақсы ойнады кешегі ойында. Қақпашысын да жақсы айтып отыр. Қақпашысы мықты екен. Екеу, маған ұнаған сол екеу. Шыға ма топтан? Вратарь мен әбден мүмкін. Мен ойымша 60%-ға мүмкіндіктері бар. Шаммен дәкемен келісемін. Иә, кәдімгідей бар. Ол ертең Реалмен анандай ойын көрсетті, қызыл алды, 2 пенальти берді, сонымен сондай өнер көрсетті. Ертең олар басқа клубтарды аямайтын сияқты. Мадридтен алыстымайық. Тағы бір команда бар, Атлетико Мадрид. Биылғы маусымда, былтырдан бері айтайықшы енді, негізі Атлетико Мадридтің де трансферін қарап отырсаңыздар, өте көп ақша жұмсады. Ол командада біраз ойыншы алды ғой. Және олар биылғы маусымда, жаңа өздеріңіз айтып отқан бас фавориттердің бірі Ливерпульге қарсы ойнады. Бірақ десе де есе жіберді. Соңғы 2 маусымда ең ақша көп құртқан командалар, екеуінің теке-тіресі тартысты ойын болған сияқты менің ойымша. Атлетиканы мүлдем түсінбеймін, қабылдамаймын да. Себебі қорғаныста жатып алады, өздері де ойнамайды, басқаларға да мүмкіндік бермейді. Кейбір футболшылар мықты дегенмен бәрібір ойын жүйесін түсінбеймін, қабылдамаймын. Және де футбол түсінетін адамдар бірден айта кетеді. Мыналар ойнамайды. Сондықтан да
Атлетика егер де плей-оффқа шықпаса, мен өкінбеймін, еш өкінбеймін. Өздері қаншама рет чемпиондар лигасының финалына шықты, бірақ та карма дейді ғой, өздері де ойнамаса, енді оларға ешкім мүмкіндік бермейді, сөйтіп 3-4 рет жеңілді ғой финалда. Карма емес, Реал Мадрид сияқты. Енді осы матчта да ұтылды. Ливерпуль матчтың соңында гол салды ғой, Диего Симеоне қызыл қағаз алды. Қызыл қағаз алып кетті. Сол карма сол Диего Симеонеде деп ойлаймын мен өзімше. Егер бар болса, сол карма сол бапкерде деп ойлаймын. Себебі олар биылған емес, постоянно үнемі сондай не жасайды. Жақсы трансферлер жасайды. Жаңа Ерек айтпақшы, ойыны түсінсіз, кейде топырлар. Осы былтыр ғой деймін, былтыр бір топырлатып, атакаға көп не қойып, гол салатындай бір нелер жасап жүрді. Сол кезде ойбай, Атлетиканы деп едім мен. Ол да көпке ұзамады, кейіннен уже тек бір гол жетеді деген сияқты. Енді сол мен ойымша бапкерін ауыстырса, неге ауыстырмайтын өзім таңғаламын. Бапкерден көріп отырсыздар ма сонда? 98 жылы Диего Симеоне мен Дэвид Бекхэм арасындағы қақтығыс есінде ме? Кішкентай болған шығарсың. 98 2 жаста болдым. Содан кейін бүкіл Ұлыбритания хейтке ұшырады ғой Дэвид Бекхэмді. Сөйтіп Дэвид Бекхэмнің мансабын аяқтағысы келді ол кезде. Сөйтіп Диего Симеоне провокатор болды ғой. Әдейі аяқпен итере салды. Сөйтіп мүмкін көптеген жылдардан кейін осы карма енді қайтып келді оның. Сол Бекхэмнің қарғысы жібермей жатыр ма әлі? Жоқ, мен ойымша енді Атлетико Мадрид Викторияның көз жасады. Жоқ, Атлетико Мадрид Симеонеге деген қайда болды? Қазір сол бапкер келгелі ғой, топ 3-ке кіріп жүрген Ла Лигада. Деп ойлаймын менің ойымша. Ол да бар. Сосын ескі стадионды жойып жіберді. Жаңа стадион салды. Жаңа стадион салды. Ана ескі стадион несімен ұнаған? Мысалы, Сантьяго Бернабеу қалды ма? Қалды. Реконструкция жасады. Ешкім жойып жатқан жоқ, мысалы, стадионды. Сақтап. Өз тарихын қалай жоясың? Енді ол жерде ақтап алмаймын. Мен ойымша, кім кішкене Атлетиканың президенті егер біз көріп отырса ұсыныс десең. Мен ойымша бір ауыстырып көру керек сияқты. Диего жаңа айтайын, бір сәл демалыңыз деп та. Бір болады ғой, бір Зидандар жасайды ғой, кейде бір-екі жыл демалып келеді. Сондай бір көру керек, оған айту керек те, сен бет қуып жүрмейміз, балаң ойнай берсін. Команданың структурасында қалды. Бір демалып кеш, пляжда жатып, әйеліңмен біраз бармаған, құдалықтарың тақылдасып, не болса тойлар. Қалай болды, балашағы өсіп жатыр. Одан бөлек анау не істейміз деген сияқты. Может, үй соға ма, неден, Аргентинадан. Мен ойымша сондай бір кішігірім демалыс керек сияқты ол кісіге. 1-2 жыл. Өйткені қанша уже орнаватыр. Мен ойымша. Мен ойым енді үнемі дұрыс бола бермейді, ол жағы да бар. Осы Атлетика мен Ливерпуль чемпиондар лигасында 7-ші рет кездесіп тұр, иә? 2 рет Ливерпуль, 2 рет Атлетика, сосын тең болды. Енді осы ең соңғы ойында, осы бір үлкен екеуінің тартысты тарихында не ойнап кетті деп ойлайсыздар? Не үшін бір жақты болып кетті? Сұрақ түсінікті ма? Жоқ, қазір 2-2 болып тұр да, шешуші ойында Ливерпуль жеңіп кетті дейді. Ливерпуль жеңіп кетті. Осы шешуші ойынды жеңіп кетуінің себебі не деп ойлайсыздар? Ван Дейк десең. Ван Дейк айтсаң. Енді тағы да сол бапкер ғой. Бапкер, мен ойымша бапкерлік не жетіспеді. 2-2 кезінде басқаша, мысалы, тіпті бұрыштама дейміз ғой. Соның өзінде, мысалы, 5-те статистикасын қарадым ғой, бірінші таймда 5-1 ма, 5-2 ма бол біткен, то есть 2-5 болып. Атлетика қатты шабуылдаған ғой, демек. Сөйтетті 61 бәлесінші минут, 70-ші минутқа дейін ба, солай 6-2 болып даже сөйтіп тұрған кезде бұрыштамадан білесің, қысымды көрсеткен, аналар наоборот алдыға шығып кеткен, 7-6 ба, 2-2-ден кейін. Сол кезде енді сомдық нені жақсы көретін еді ғой, кісі жатуды, нені автобус қоюды. Сол жерде бір шеберлік тағы да сол тың идея. Мүмкін ол кісіге өзі ауыспаса да, қасындағы көмекшілерінен әртүрлі нелер жасап көру керек. Жасап көру керек еді. Мүмкін босап қалды ғой, мысалы, бір басқа Европаның бір клубынан біреу босайды деген сияқты. Соны алдыртып, ол ақырын мысалы сондай жасақтау керек сияқты жанына. Бұрынғы осымен қатты қарсылас боламыз ау дегендерді
деген клубтарда істеп кеткендерден алып деген сияқты сондай бір креативті не жетіспеді деп ойлаймын. Арне Слоттың осы трансферге $500 миллиард жұмсағаны босқа кетті деп ойламайсыздар ма или? Меніңше де сол сияқты. Өйткені АПЛ-да да. АПЛ-да алады. Жоқ, АПЛ-да да соңғы гол салып жүр ғой. Жартылай финалға шығуы әбден мүмкін. АПЛ-да да соңғы минуттарда гол салып жүр. Әлі бір нақты бір басым жеңіске жетіп жүрген жоқ. 90-80-нен кейін салып жүр. Маусымның басы. Соған уақыт бар әлі. Бір-біріне деген не әлі дұрыс орналаспаған шығар, алыс-беріс деген сияқты. Енді биылғы маусымда Ливерпуль қай жерге дейін жетеді деп ойлайсыздар? Атлетико Мадридтің шабысы қалай? Енді бірден бағалап кетейік. Маусымның бағасы әлі нақты айту өте қиын, бірақ біздің жобамызбен сіздердің сарапшы ретінде плей-оффтың қай деңгейіне дейін жетеді? Финалға дейін жете ма? Финал немесе жартылай финал. Ливерпуль, Атлетико Мадрид? Ширек финал. Финал немесе финал Ливерпуль, жартылай финал. Жоқ, мен ойымша финалда ойнайды олар. Сол жерде жеңеді немесе жеңіледі. Мен ойымша ал Атлетико енді шығу керек деп ойлаймын плей-оффқа. Әрі қарай өте қиын, Білмеймін. Әрі қарай білмеймін. Мен нем. Енді бізде болжам. Чемпиондар лигасында ойындар өте көп қой. Оның барлығын талқылай бермейміз, бірақ десе де бір тағы бір топ матч қалды. Бавария мен Челсиді жаңа ғана кішігірім шолып өттік. Баварияның мықтылығын айтып кеттік. Бірақ енді бір тағы бір қызық матч ол Ювентус пен Боруссия Дортмунд болды. Екеуінің арасында тартысты ойын. Игор бола ма? Игорь бола ма? Қалай болады? Тупор, бас бапкері Ювентустың. Игор Тудорды қорғаушы ретінде көрдім. Өзі Ювентустың сапында ойнады, Хорватия құрама командасының қорғаушысы болды, Прям қатты бір қорғаушы болған жоқ, бірақ арасында ойнап тұрды негізі құрамда. Жайде бапкер ретінде оны жақында ғана аштым. Меніңше оның сәл тәжірибесі жетіспейді. Тиаго Мота, Егор Тудор, Дженаро Гатузо сияқтыларға соңғы бір фарт жетіспейтін сияқты. Үлкен деңгейге шығу үшін. Әлі күнге дейін перспективный дейді, жастар дейді бапкер ретінде. Және осы матчты толықта көрмедім. Олар параллельно жүргізді. Ұлттық арнадан біздің әріптестеріміз. Ал біз Реал Марсельді бірақ Егор Тудор. Бірақ та менің пікірім осы матч Боруссия Ювентус біздің матчқа қарағанда әлде қайда қызық болды. Әлде қайда. 4-4 дейсіз ғой. Мықты ойын болды. Бірақ басында онша емес болған. 0-0 болды. Бірақ Егор Тудор Ювентуске келгелі бері 2 рет камбэк жасады ғой. Негізінде жақсы результат көрсетіп жатыр деп ойлаймын. Мен, сіздер не ойлайсыздар? Мен ойымша бапкер ретінде өзін жақсы көрсетіп жүр. Интерге қарсы камбэгін айтып отырсың ба? Интерге қарсы. Тіпті осы Боруссияға да қатысты өте жақсы. 90 минуттан кейін 2 гол салды Боруссияға, 2 гол соғып өте күшті деп ойлаймын. Ол жерде Барселонаның, Боруссияның қателігі. Оны бір ғой. временный эффект деп ойлайсыздар. Просто сәттілік түсіп қалды деп ойлап тұрсыздар ма? Соған басым. Топ клуб болғанда, Дортмундтан дәрежесі жоғары клуб болғанда, олай жасай алмайтын еді. Себебі 4-2 гол айырмашылығымен ұтып тұрған жақсы командалар, немесе мықты тәжірибесі бар бапкерлер Дортмундтың жасаған нәрсесін жасамайды бәрібір. Бәрібір де жасамайды. Сол мен ойлаймын, Дортмундтың өзінен болды қателік. Бұл Ювентустың сондай бір керемет несінен емес. Енді сен үйіңдесің, анау не деген стадион, мысалы, көрермен жанкүйерлердің бәрі өзінің адамдары, итальяндықтар оның үстіне басқа халық сияқты кішкене эмоциясын жасырып қалған, әсіресе Азия елдер сияқты емес, Европадағы ең эмоциясын ашық көрсететін халық қой. Ана жеп қоя жаздады ғой оларда. Ол заңдылық еді, олардың олай ойнауы, кімдердің ұтылып жатып. Басқа не істейді енді? Ұтылып жатсың өз үйіңде. Жақсы құрам, бірақ бұл жердегі Ювентустың камбэк жасауына себеп болған ол әрине Боруссияның Боруссияның ашықтан ашық. Қалай ол анау кімет бәрін жұрттан сұрай берсін, өзі сонда ешкім жаттамай ма? Жоқ, пенальти соққан. Сол азамат соның анау 3-ші голды кіргізетін кезде допты шетке алып келеді.
сөйтеді да жай ғана хотя бы шығарып жіберсе де бір уақыт ұстайтын еді, құлап қалып деген сияқты жылап аяғын ұстап сөйтеді да жай пас береді, қатты теппейді да, жай ғана береді, тік келеді да салып кетеді голды. Сосын уже 4-ші голды жібермейміз деп дірілдеді олар. Сонымен оны да жырқ еткізді ғой енді. Қулық жетіспеді ғой енді шамалы созуға. Мауриньоның нелері жетіспеді да оған. Иә. Мен өзім жақсы көретін бапкерлердің біреуі сол Арсен Венгер. Енді ол кісі қартайып қалды ғой, бірақ ұтымды ойлар айтып отырады футболдың несіне байланысты. Мынаны алып тастау керек, мынандай қосса ғой деген сияқты. Сосын Мауриньоның енді әрине біз енді өнер адамы, тем более біз оқыған мамандық актерлық, Мауриньоның сол қасиеттерін айтты маған. Несі. Бәрібір ол да әсер етеді ғой. Сол Мауриньоның бір қабілеті жетіспеді. Енді Мауриньо дегеннен кейін, енді біздің бағдарламада соңына келіп қалдық. Мауриньо дегеннен Бенфикаға келді, жаңа бапкер. Бенфиканың бұрынғы бапкерінің кетуіне Карабах командасы Бенфикаға келді ма? Қайтадан қайтып келді Португалияға. Енді осы орайда біз Әзербайжан елінің командасын құттықтап қояйық, өйткені байқасаңыздар біздің қалай айтамыз, түркі бауырларымыз керемет қолдау көрсетіп жатыр Қайрат командасына. Кәдімгі қай әлеуметтік желі болсын ашып қарасаңыздар, әзербайжандар өте қолдау, тамаша. Енді біздің де подкастта бір қошемет. Жалпы Чемпиондар лигасының осы несіндегі турындағы ойында ең мықты матчтардың біреуі Бенфика мен Карабах болған. Және сырт алаңда. Иә, 2-0-ден 3-2 деген өте тамаша ғой. Құттықтаймыз.